Қарым-қатынас туралы екінші видео. Әр партнерда өзімшілдік пайда болуы мүмкін. Өзім жасай аламын деген. Әрине бұның еш жамандығы жоқ, бірақ қарым-қатынасты құруға кедергісін тигізеді. Қарым-қатынаста қиындықтар болады. Бір-бірін қандай да бір стандартқа сай қылғысы келеді. Кинодағыдай, кітаптағыдай соңында көңілдері қалып, бір-бірін айыптай бастайды. Немесе жолын ұзақ іздеп қалуы мүмкін. Бір идеальный, бір волшебный адамды олай болатын болса, ұзақ жүріп қалады. Қарым-қатынастың басында үйреніскенше келіспеушіліктер болады. Қандай да бір-біріне сай келгеніңізбен олардың ойлары бір жерден шықпауы мүмкін. Осы кезде түсінбеушіліктер, конфликттер көп болады. Осы кезде көптеген жұмыс жасау керек. Және таза сау қарым-қатынас дегеніміз ол тек қана жылы, жақсы сөйлесу ғана емес, ол бір-бірін сыйлау, тыңдай білу, сену, сенімін ақтау және ер адам мен әйел адамның арасындағы балансты ұстап білу. Жанұямен бірге өзін жақсы көру, өзінің ойларымен санасу, өзінің қызығушылықтары болу керек, өзінің хоббиі болу керек. Осы кезде қарым-қатынаста әйел адам мен ер адамның жақсы болады. Келесі видеода біздің қазақ салт дәстүрлері туралы айтатын боламын.